Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи және жасанды материалдар. Сабағымыздың мақсаты табиғи және жасанды материалдардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауымыз қажет. Оқушылар, экрандағы суретке назар аударайық. Бұл суретте табиғи және жасанды заттарды ажыратып көрсетуіміз керек. Оқушылар, барлығымыз ойланып болса, менің жауаптарым арқылы тексеріп көрейік. Бірінші суретте не бейнеленген? Мақта. Бұл бізде табиғи затқа жатқызамыз. Келесі суреттегі бұл тас көмір. Бұны да біз табиғи заттарға жатқызамыз. Келесі суретте бұл бізде шыны. Бұл шынылар бізде жасанды заттарға жатады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл бізде пластмассалар. Бұл бізде жасанды заттарға жатқызамыз. Келесі суретте бұл бор. Бұл бізде табиғи заттарға жатқызамыз. Соңғы суретке қарайтын болса, бұл маталар. Бұл маталар бізде жасанды жолмен алынады. Оқушылар, табиғи материалдармен толық танысамыз. Табиғи материалдар дегеніміз бұл ағаш, тау жыныстары, шымтезек, табиғи бетон, асфальт және тағы басқаларды жатқызамыз. Оларды табиғи шикізаттардан жеңіл өңдеу жолымен алғашқы құрылысы және химиялық құрамы өзгертпей алынады. Табиғи материалдардың бір түріне тоқталатын болса, бұл мақта. Мақта тоқыма өнеркәсібі үшін негізгі шикізат көзі болып табылады. Мақтаның ұзын талшықтарынан әртүрлі маталар дайындалады. Мақта майы, тамақ, консерві, парфюмерия өнеркәсіптерінде, ал тұқым қалдығынан этил, метил спирттерін, лак, қағаз, тағы басқа алуға болады. Және сабағы отын ретінде, күн жарасының құрамында биолог болғандықтан мал азығы ретінде қолданылады. Жұмсақтық, жылы уақытқа жақсы сіңіру қабілеттілігі, жеңіл түске боялуы, табиғи материал денсаулыққа зиян келтірмейтін қасиеттермен ерекшеленеді. Бірақ та мақтадан жасалынған бұйым оңай иленеді, жарықта сарғаяды, суды бойына сіңіріп алады. Келесі жасанды материалдар. Жасанды материалдарға кірпіш, цемент, темір бетон, шыны, пластмасса, полиэтилен, капрон, нейлон және тағы басқаларды жатқызамыз. Оларды арнайы технологияны қолдана отырып, табиғи және жасанды шикізаттардан өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының жанама өнімдерінен аламыз. Жасанды материалдардың бірі полиэтилен. Ол халық шаруашылығында өте кең қолданылатын пластмассаның түрі. Ол жұқа пленка, су құбыры, химиялық аппараттар бөліктерін, құты, стакан, тығын, техникалық бұйымдар тағы басқа дайындауға болады. Ауыл шаруашылығында көкөніс пен жеміс өсіру ісінде қолданылады. Полиэтиленнен жасалынған заттардың кемшілігі оны тұрмыста көп пайдаланған кезде адам денсаулығына зиянын тигізеді. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты мәтіннен оқыған ақпараттарды қолдана отырып, кестені толтырамыз. Кестеге назар аударайық. Материалдардың түрлері табиғи материалдар және жасанды материалдар. Осы екі түріне мысал келтіреміз және осы мысалға сүйене отырып, оның артықшылығын және кемшілігін кестеге түсіріп орындаймыз. Оқушылар, кестені толтырып болса, менің кестемен сәйкестендіріп дұрыстығына назар аударайық.
Материалдардың түрі бойынша табиғи материалдар және жасанды материалдар деп алдым. Мысал ретінде мақта және полиэтилен. Енді бұл екі мысал бойынша артықшылығы және кемшілігіне тоқталатын болсақ, мақта табиғаттан таза күйінде алынып, қолданылады, адам денсаулығына зиян келтірмейді. Және полиэтилен бойынша халық шаруашылығында өте көп қолданысқа ие, температураға өте төзімді болып келеді. Кемшілігі күн көзінен қасиетін тез жойып алады, қолданылу жағынан тез сынғыш, беріктігі жеткіліксіз, күрделі технологиялық өңдеуді талап етеді. Полиэтиленнің кемшілігі бойынша айтатын болсақ, полиэтиленнің кемшілігіне тоқталатын болсақ, мөлшерден көп қолданған уақытта адам денсаулығына зиянын тигізіп отырады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз бұл сабақтан не үйрендік? Яғни, табиғи және жасанды материалдардың артықшылықтарын және кемшіліктерін анықтай білдік. Және табиғи және жасанды материалдардың түрін анықтап бірінші түрлерімен танысып алдық. Табиғи және жасанды материалдар түрлерін анықтадық, түрлерімен таныстық, одан кейін олардың артықшылықтарын кемшіліктерін анықтадық. Оқушылар, бүгінгі сабақ барысында біз не үйрендік, не түсіндік? Біз табиғи және жасанды материалдарды түрлерімен таныстым және не жататындығын білдім. Қайтадан оқушылар, бүгінгі тақырып бойынша біз не үйрендік? Біз бүгінгі сабақ барысында табиғи және жасанды материалдардың түрімен таныстық. Және осы материалдардың қандай артықшылығы бар, қандай кемшілігі бар екендігін анықтап, кесте бойынша жұмыс жасадық. Бүгінгі сабақ бойынша толық мағлұмат алды деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.